Апа, қайдан келесіздер? Ата екеуіңіз. Қой қосып келе жатырмыз мына жеке меншік табынға. Жастарыңыз қаншада? 77. 77. Ата сіз ше? 78. 77 жыл өмір сүрдік деп жатырсыз ғой. Бақыт деген не екен өзі? Мына жастар қазір бақыт іздеп жүр ғой. Бақыттың ең керегі денсаулық. Одан басқа бақытты мен ұқпаймын. Байлық, шайлық дейді, ақша дейді, дүние дейді, бәрі бұл. Жас болғаннан кейін өмір бір ұзақ сияқты. 77 деген алыс сияқты көрінеді. Жалпы өмір деген қалай екен? Сіздер үшін жылдам өтті ма жоқ? Тез өтіп кетті міне. Қамшының сабындай ғана өмір бұл. Қамшының сабындай. Осындай жасқа келгенімізде білмей қалдық қой. Енді өкініп жатырмын, өкінгенде не пайда?